Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қосымша тамақ жайлы және қосымша тамақты неден бастау керек жайлы айтатын боламын. Жалпы қосымша тамақты 5,5-6 айдан бастап беруге болады, яғни баланың дайындығын білген кезде. Балаға қосымша тамақты бастаған кезде көкөністерден бастаймыз, тәтті нәрседен бастамаймыз. Өйткені егер тәтті нәрседен бастайтын болсаңыз, бала келесіде тәтті емес нәрсені жемей қояды. Көкөністерді, яғни жемей қояды. Сондықтан да бірінші көкөністерден бастаған дұрыс. Мысалы, кабачки, цветная капуста, брокколи, тыква, картошка, сәбіз, сол заттардан бастаймыз. Ең бірінші беріп бастаған кезде 5-10 граммнан бастаймыз, яғни жарты қасық кішкентай қасық немесе бір кішкентай қасықтан беріп бастаймыз. Одан кейін барып, мысалы бүгін 5 грамм немесе 10 грамм бердіңіз бе, ертең 15 грамм немесе 20 грамм беріп, осылай күніге дозасын көбейтіп отырасыз. Бір тағамды берген кезде, бір түрінен берген кезде 5 күн немесе 7 күн аралықта бересіз. 5 күн 7 күннен кейін қайтадан басқа өнімді қоса берсеңіз болады. Дәл жаңағыдай 5 грамм 10 граммнан бастап қосасыз. Балаға көкөністерді қолдан дайындап, яғни үй жағдайында дайындап бергеніңіз абзал. Оларды қалай дайындау керек? Мысалы, кабачки, цветная капуста, брокколиді кішкене ғана бөліктеп аласыз, әдемілеп жуып, одан кейін буға пісірсеңіз болады. Немесе суға да пісірсеңіз болады. Яғни брокколи, цветная капусталарды суға пісірген кезде бір қалыпта пісу керек, яғни ешқандай да қозғамайсыз, суда бетінен кішкене асыңқырап құйып, сөйтіп бір 15-20 минутта пісіріп аласыз. Буға пісірген кезде де мантаваркеге пісірсеңіз болады, немесе пароваркеге пісірсеңіз болады. Қойып қоясыз, бір 20 минуттың ішінде пісетін болады. Кез келген нәрсені балаға қайнатып, немесе буға пісіріп бергеніңіз жөн. Бала солай тамақпен танысатын болады. Қосымша тамақты бастаудың бірден бір себебі ол баланы тамақпен таныстыру болып табылады. Сондықтан да балаға бір кесені немесе бір тарелканы тауысып қою баланың міндеті емес. Яғни баланы тамақпен таныстыру болып табылады. Осы 7 айға дейін балаларды әртүрлі көкөністермен таныстырып, 7 ай болған кезде балаға жеміс жидектерді берсеңіздер болады. Мәселен, алма, алмұрт дегендер берсеңіздер болады. Алмұртты дайындаған кезде оны бір қайнаған суға бір 4-5 минутқа салып, яғни сөйтіп берсеңіздер болады. Қайнаған суға 4-5 минутқа салып берсеңіздер, қабығын ашсаңыздар, кәдімгі іші банкадағы пюре сияқты болады. Солай балаға ұсынсаңыздар болады. Ал бананды, киви дегендерді пісірмей сол күйінде бересіздер. Яғни осы кезде сұрақ туады, жидектерді қай уақытта береміз деген. Жидектерді, яғни құлпынай, малина деген өнімдерді осы 7 айлығында бере берсеңіздер, қоса берсеңіздер болады, баланы таныстыру мақсатында. Бала осы 7 ай мен 8 ай аралықта етті жеу керек. Яғни бұл уақытта етті қалай беру керек? Ет тартқыштан өткізіп беруіміз керек. Балаға тамақ берудегі ең ұтымды нәрсе ол баланың өзінің алдына беру. Сіз оған қасықпен беру емес, баланың өзінің алдына қоя салыңыз. Бала қолымен ұстап жеген нәрсе балаға біріншіден тойымды болады, екіншіден ұсақ моторикасы дамитын болады. Яғни бала қолымен ұстап жегенде сол тамақпен танысатын болады. Сол үшін де өзінің алдына жеке беріп қойғандарыңыз жөн болады. Бала 8 айға жақындаған кезде сүт өнімдерін қоссаңыздар болады. Яғни айран қоссаңыздар болады, кішкенеден беріп бастап үйретулеріңізге болады. Сосын сүзбе, яғни творог берсеңіздер болады. Творогтың құрамында кальцийі өте көп болғандықтан бала организм үшін өте керек өнім болып табылады. Және осы 8 айында балаға жұмыртқаны да қосуға болады. Бала бір толық жұмыртқаны жеуге болмайды. Яғни ең бірінші бастаған кезде жұмыртқаның 4-тен 1 бөлігінен бастап жегені абзал. Ара қарай бала 9-10 айға келген кезде жалпы үстелге отыру керек. Яғни сіз не жесеңіз, бала сол нәрсені жеп тамақтануы қажет. Және де прикорм бастаған кезде ұмытпаңыз, су беруді ұмытпауыңыз керек.
Өйткені прикорм бастаған кезде баланың ішектері іш қатуға бейім болады, ал суды жеткілікті мөлшерде беретін болсаңыз, баланың іші қатпайтын болады. Және балаға ең бірінші прикорм бастаған кезде кез келген өнімді езіп береміз, пюре сияқты. Одан кейін уже 7 айға жақындағанда балаға пюре сияқты беруге болмайды. Яғни ұзына бойы соломка сияқты турап беретін боламыз. Өйткені балада шайнау рефлексі 9 айға дейін дамуы керек. Сондықтан да ұзын турап алдына береміз.